Экономиканы одан әрі жекешелендіру және мемлекет иелігінен алу бойынша шаралар қабылданады. Ағымдағы жылғы 139 объектін сату жоспарланып отыр. Қазатомөнеркәсіптің IPO-ны табысты өткізу тәжірибесін ескере отырып, Қазақтелеком, Эйр Астана және Самұрық-энерго компанияларының акцияларын сату жоспарлануда. Одан басқа 2019 жылы жекешелендіру бағдарламасына қосымша 48 объект қосылды. Осыған байланысты мүдделі мемлекеттік органдарға 1 наурызға дейін осы объектілерді ағымдағы жылы сату бойынша жол карталарын әзірлеуге тапсырма беруіңізді сұраймыз. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің стандарттарына сәйкес мемлекеттік меншік құрылымын коммерциялық және коммерциялық емес деп нақты заңнамалық бөлу арқылы оны реформалау қаралатын болады. Монополияға қарсы реттеуді дамыған елдердің стандарттарына сәйкес келтіру, сондай-ақ Yellow Pages қабылданған қағидаттарды ұстану бойынша жұмыс жалғастырылады.